Қайырлы күн. Бүгінгі сабақ натурал сандарды салыстыру, қосінсіздік. Балалар, егер біз натурал сандарды салыстыратын болсақ, оның үш әдісі бар. Бірінші әдісі санау. Яғни біз кәдімгі күнделікті өмірде санаймыз, кіші саннан бастап үлкен санға қарап жол тарта отырып санаймыз. Мәселен, 1, 2 деп 11-ге дейін ретімен біріншісі кішісін айтып, сосын үлкендігін айтып санаймыз. Демек, 1, 2, 3 деп санаған кезде, ол мейлі 100, 110, 120 болсын. Бірақ біз кіші саннан бастап санаймыз ғой. Демек, салыстырған кезде бізде кіші сан ол бірінші айтылады. Ал үлкен сан екінші айтылады, 9 бірінші айтылады, 11 екінші айтылады. Екеуін салыстыратын болсақ, екінші айтылған сан артық болады. Екінші әдіс жазу арқылы, өсу ретімен жазу арқылы. Өсу ретімен жазамыз сандарды, берілген сандарды өсу ретімен жазамыз да, сонан соң барып салыстырамыз. Мұнда 13 пен 17 берген. Бірінші сан қай сан жазылады, сол кем кіші болады. Екінші жазылған сан, одан кейін жазылған сан артық болады. Оқылуы 9, 11-ден кем, 13, 17-ден кем. Енді үшінші әдіс координаталық сәуле арқылы салыстыру. Координаталық сәуле арқылы салыстырамыз, яғни координаталық сәуле сызып аламыз. Мәселен, маған айтады 3 пен 5-ті салыстыр дейді. 3-ті тауып аламын. Мұнда 5. Енді қараңыздар, координаталық сәуледе сол жақта орналасқан сан кіші болады. Яғни сол жақта орналасқан сан кіші болады, ол 0-ге жақын тұрады. Яғни басына, координаталық сәуленің басына жақын болады. Ал ұшына жақын тұрған сан артық болады. Яғни x-ке қайсысы жақын болады, ол артық, үлкен болады. Демек, менде 5 жақын болып тұр 3-ке қарағанда. Сонда 3 5-тен кем. Енді бұл салыстырудан бөлек, мәселен, разрядтары бойынша салыстыру бар. 4028-ді салыстыр дейді. Бізге мәселен 4030. Мұндай салыстыруда, разрядтары бойынша салыстыруда бірінші біз таңба санына қараймыз. Екеуі де неше таңбалы болып тұр, неше цифрдан құралып тұр? 4 таңбалы болып тұр. Демек, 4 таңбалы болса, онда разрядтары бойынша салыстырамыз. Ал кеттік, бірінші тұрған саннан бастаймыз. 4, мұнда 4. Тең екеуі. Одан кейін 0 тұр. 0 тең. Одан кейін бізде 2, мұнда 3 тұр. 2 үлкен бе, или 3 үлкен бе? Координаталық сәулеге қарап жүрейік. 2 бұл 0-ге жақын тұрды. 3 0-ден кішкене алыс тұр, яғни оны x-ке ұшына жақын деп айтамыз, жақын тұр. Демек, 4030 артық. 4028 4030-дан кем деп оқылады. Бұл разрядтары бойынша салыстыру, бұл таңба саны бірдей болғанда. Ал егер де бізде таңба саны әртүрлі болса ше, мәселен, 327 және 42 сандарын салыстырайық. Мұнда мынау сияқты разрядтық бойынша салыстыра алмаймыз. Ондай жағдайда біз таңба санына қараймыз. Не үшін салыстыра алмаймыз? Себебі бізде таңба сандары әртүрлі. Мұнда 3 таңбалы, мұнда 2 таңбалы. Қайсының таңбасы көп болады, сол сан артық болады. Бізде 3 таңбалы артық. 2 таңбалы аз, 3 таңбалы көп. Қайсының таңба саны көп, сол артық болады. Келесі 5213 пен 6114-ті салыстырайын. Таңба сандары бірдей, екеуді 4 таңбалы. Енді салыстырамыз. Қараңыз, бірінші разрядтар бойынша салыстырамыз. Бірінші тұрған сан. Екеуі біреуі 5, біреуі 6. Екеуі тең емес. Біреуі артық болу керек. Бізде 6 артық. Себебі 6 5-ке қарағанда ұшына жақын тұр. Немесе 5, 6, 7 деп айтқан кезде 5 бірінші айтылады өсу ретімен. Демек,
6 бізде артық. Оқылуы 5213 саны 6114-тен кем деп оқылады. Келесі бізде тапсырма қосенсіздік. Қосенсіздікті біз орындамас бұрын мынаған көңіл аударайық. Қараңыз, 56 45-тен артық па кем ба деп сұрап тұр. Салыстыр дейді. Қараймыз, екеуде 2 таңбалы болғандықтан біз разрядтары бойынша салыстырамыз. 5 4. Әрине 5 артық, онда 56 саны артық. 5 6 екеуде 2 таңбалы разрядтары бойынша салыстырамыз. 6 артық. Енді осыдан осы екі теңсіздікті мен біріктіріп қосенсіздік шығарамын. Қараңыз, екеуінде де 56 бар. Демек 56-ны мен жазамын. Одан соң 56-дан кіші қай сан болып тұр? Ол 45 болып тұр, кіші. Демек 45-ті кіші санды алдына жазамыз. Бірінші тұрады кішісі. Одан кейін бізде үлкен 56-дан үлкен ол қай сан? 69 болып тұр. Енді теңсіздік белгісін қоямын. 45 56-дан кіші, ал 56 69-дан кіші. Міне қосенсіздік деген екі теңсіздік белгісі бар. Оқылуы 56 саны 45-тен артық, бірақ 69-дан кіші. Сізде мынандай бір өзіңіз құрастырған кезде, мәселен, мынандай бір құрастыру болып қалуы мүмкін. Ал сіз бұлай құрастыра алмайсыз, бірақ себебі бізде теңсіздік белгілері әртүрлі тұр. Бізде қосенсіздік құрған кезде екеуі де бірдей осылай артық болып тұру керек, немесе екеуі де бірдей осындай кем белгісі болуы керек. Онда біз мынаны дұрыс қосенсіздікке жазамыз. Ең бірінші алдына ең кіші сан жазылады, ол бізде 40. Екінші одан кішкене ғана үлкені жазылады. Сонан соң үшінші ең үлкені, яғни ең кішісі алдына, ең үлкені соңына жазылады. Ал ортаншысы ортасына жазылады да белгісін қоямыз. Болды. Не, дұрыс қосенсіздік орындалды. Келесі есеп, мысалы мынандай есеп берсін. Y-тің орнына қойғанда дейді, Y 13-тен артық, бірақ 19-дан кіші. Y 31-ден артық, бірақ 37-ден кіші. Қосенсіздігі дұрыс болатындай барлық натурал сандарды атаңдар және жеке-жеке координаталық сәуледе кескіндеңдер дейді. Координаталық сәуле сызып аламыз. Сызып білеміз, ал егер ұмытып қалсақ, менің алдыңғы видеомды қарап жіберіңіздер. Енді 12 және 13 және 19-ды тауып алдым. 1, 2 деп санап келгенде 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 осында орналасты. Енді бізге айтады, Y-тің орнына қандай сандарды қойғанда біздің теңсіздік дұрыс болады дейді. Ол үшін координаталық сәулеге қараймыз. Қараңыз, мұнда 13 және 19. Арасында қандай сандар тұр? Мұнда 14, мұнда 15, мұнда 16, 17, 18 сандар тұру керек осы ортасында, 13-тен үлкен, бірақ 19-дан кіші сандар тұрады. Ол бізде, оны біз бұлай жазып шығамыз. 14, 15 де барлық қандай сандар жиынын көрдік. Жалпы қай сандарды қойғанда теңсіздік дұрыс орындалады. Сол сандардың барлығын ерінбей жазып шығамыз. Міне, Y-тің орнына осы сандарды қойса, мен теңсіздігім дұрыс болады дейді. Ал нақты жауап бұл бізде ізделінді сан, таптық. Енді нақты сұраққа жауапты біз былай жазамыз. 13 кем деймізде Y-ті сұрап тұр ғой, айнымалы, онда соның орнына осы барлық сан, осы сандардың кез келген біреу болуы мүмкін. Кез келген біреу. Біреу 15 деуі мүмкін, біреу 17 деуі мүмкін, мүмкін 18 деп қоюы мүмкін. Бірақ дұрыс болады бәрібір. Сол үшін барлық сандарды жазып шығамыз. Түсінікті болса, сіз мына екінші есепті орындап, комментарийға жауабын қалдырыңыз. Күтемін.